пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің әйелдеріне өте қатты махаббатпен қараған екен. Оған бізге мына келесі хадистер куә. Бір кезде Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху мына хадисті риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, қандай да бір ақшаны өз отбасыңа жұмсасаң, сен ол үшін сауап аласың дейді. Әйеліңнің аузына тамақты салсаң да сол үшін сауап аласың дейді. Қараңыз, осы хадисте әйеліңіздің аузыңызға тамақ салып бергеннің өзі қандай махаббат, бұл сүннет. Айша радиаллаху анха айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен өзім етеккір едім дейді. Сол кезде бір кеседен су іштім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи апарып беріп едім, ол мен ішкен жерден ернін тигізіп сол жерден ішті дейді. Мен сүйек мұжырдым дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алып бардым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен тістеген жерден сол жерден сүйекті мұжды дейді. Осы сүннетті тірілтіп, өзіміздің отбасымыздағы махаббатты арттырайық.